Алейкум. Бүгін біз осы Е4-ке қарсы қандай қорғаныс ойнауға болады сол жайлы айтамыз. Өзімнің көптен бері қолданатын осы Каракан атты қарамен осы Е4-ке қарсы қорғаныс жайлы айтатын боламын. Яғни ол Е4 пешканы жүрген кезде бізде көбінесе Е5-пен жауап қайтарады. Яғни бұл жерде ойын өте тартысты, өте жаңағындай жылдам түрде болады. Яғни екі жақ бірден шабуылға көшеді. Мінекей атты шығару арқылы бірден біздің ортадағы Е5 пешкамызға шабуыл жасайды. Біз оны қорғауымыз керек болады. Одан кейін ол тағы да осындай сияқты түрлі шабуылдар жасау мүмкін. Сондықтан бұл өте сондай ашық ойынға алып келеді. Сол үшін бұл жүрісті әрине жаман деп айта алмаймыз, бірақ бұл жерде көп нәрсені білу керек болады. Және де көбінесе басында ойында бірден қорғанысқа түсу керек болады. Бұл жерде қорғана білу керек болады. Ойынның бір 10 шақты жүрістен кейін ғана қаралар жалпы ойынды теңестіріп ары қарай өзінің шабуылын жасауына болады. Оған дейін тек қорғаныста мықты болу керек. Сондықтан мен көбінесе бұл Е4-ті жүрмеймін, көбінесе С6-ны жүремін. Яғни ол көбінесе былай ортадағы, әрине ортаны біз аққа беріп қоямыз, бірақ бізге ешқандай бір қауіп жоқ. Яғни сондай бір яғни ортаны берсек те, бірақ бізге бір жақын арада бірден болатын бір қауіп жоқ. Яғни бір фигурада немесе бір аяқ астынан бір мат беріп кету сияқты қауіптер сейіледі. Яғни сондай ойын өте жылдам дәрежеде өте алмайды. Яғни быстрый мат дейді ғой, андай тез мат қойып кету деген сияқты нәрселер Караканда жүзеге асырыла алмайды. Бұл жерде де ақтар көп нәрсені білу керек. Олар былай ортаны жауып тастай ма, немесе осы жерде бірден пешканы ауыстыра ма деген сияқты да таңдау бар. Осыған қатысты әртүрлі енді ойындар бар. Негізі көбінесе осылайынан пешканы ауыстырады. Және де көп таралғандардың бірі осы пешкамен орта алдын, яғни ортаны мүлдем жауып тастап, яғни жабық ойынға көшу. Одан кейін бізде осылай қара пілді, ақ пілді шығарып, одан кейін мысалы пешкаларды осындай пирамида сияқты қойып қоямыз дағына, осындай жабық ойынға көшеміз. Осылай ойнауға болады. Немесе мына жүрістен кейін олар ортадағы пешканы жүрмейді кейде. Мысалы атты шығаруы мүмкін. Біз яғни кез келген оның қандай жүріс жүрсе де, ол мына екінші атты шығара ма F3-ке, немесе С3-ке атты шығара ма, немесе пешка ортаны толығымен жаулап ала ма, немесе тағы да ақ пілді шығаратындар бар. Енді басқа ходтар енді ондай қатты мықты емес. F4 бар. Бұл да енді қатты мықты болмаса да кейде осылай қолданатындар да бар. Бірақ енді бұл ондай бір танымал жүрістердің бірі емес. Ондан бізге енді ондай бір не жоқ. Тағы бір нәрсе бізде атака панов дейді. Панов шабуылы бар. С4-ке жүру арқылы бізді шамалы қиындыққа келу мүмкін. Осы жерде осылай жалғасатын ойын бар. Бұл да енді маған шыны керек, бұл ойын өте қиындау. Бұл жерде көп нәрсені білу керек. Мінекей бірден шақ береді сияқты, мына алдымыз шамалы ашылып қалады. Бұл жерде біз басқаларда сияқты жаңағы ақ, мысалы қандай да жүрсе, мысалы біз ақ пілді көбінесе негізі шығара алмаймыз. Себебі әрдайым мына ферзь осылайынан шақ беруі мүмкін. Сондықтан да біз ақ офицерді бұл жерде пілді сақтап отырамыз панов шабуылында. Енді бұныған тоқталмай қояйық әзірге. Әзірге бізге керегі мынаған тоқталайық. Жабық Караканға біз бірден 2 қадам жүреміз. Жауып тастайтын ойын бар осылай. Осыған кішкене тоқталсақ.
бұл жерде бізде қандай мүмкіндіктер бар? Біз бірден ақты шығарамыз, бұл міндетті түрде. Көбінесе олар бірден ақты ауыстырғысы келеді. Егер ауыстырса біз бұны беруге дайынбыз. Ол ферзбен жеуге таңдау бар, немесе пешкамен жесе де болады. Енді көбінесе әрине ферзбен жейді. Осы жерде егер ферзбен жейтін болатын болса, біз ферзь бен ферзді ауыстырып бірден меттик шпильге көшуге болады, яғни ортаңғы ойынға. Мысалы, былай қоятын болсақ, көбінесе бұлар ферзді ауыстырып жібереді. Осылай ферзді ауыстыруға болады. Әрине егер ауыстырмаймын деп, мұнда басқа жаққа кетуіне де болады. Енді бірақ көбінесе маған кездескен қарсыластар көбінесе бұл жерде ферзді ауыстырады. Неге? Себебі ол корольдің алды ашылды. Корольдің алдына, яғни король, мысалы біз былай жүрдік, атын шығарса, немесе былай біз ферзбен оның жаңағы корольді лакировкаға жібермей қоюымыз мүмкін да. Әрине бірақ атты былай да жүре алады екен. Егер атты былай жүріп қойған болса да, мысалы королі лакировкаға кете алмай қалуына кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде егер ақ пілді шығаратын болса, осында біз ауыстыруға дайынбыз. Яғни ақтың ақ пілі негізі біздің ақ пілге қарағанда мықтырақ болып саналады. Біздікі қараның қара пілі мықты болады. Ақтың ақ пілі негізі екінші пілден қарағанда мықтырақ болып саналады. Бірақ енді әрбір жағдайға байланысты. Негізі ойынның басында ақ өзінің ақ пілін сақтайды, қара көбінесе өзінің қара пілін сақтауға тырысады. Себебі ол жаңағыдай мықтырақ болып саналады. Бірақ енді ойынның ортасында, ойынның соңында екеуі тең болып қалуы мүмкін, немесе керісінше болып қалуы да мүмкін. Сондықтан мына жерде енді біздің ақ пілді ақ пілге ауыстыруымыздың бізге тек қана ол плюс. Одан кейін бізде екі таңдау бар. Пешкамен бірден ортадағы пешкаларына шабуыл жасау. Бірақ ол бірден шабуыл жасасақ, яғни бүйтіп пирамиданы жасамай тұрып бірден пешканы осылай жүретін болса, ода шах беру мүмкіндігі бар. Және де пешканы былай алға жүріп бізге ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Яғни біз корольдің алдындағы, яғни корольдің F3-тегі тұратын пешка, F3-те тұрған осы сармен көрсетіп тұрған F3-тегі пешка, F7 кешірім, F7-дегі біздің пешкіміз бұл өте әлсіз пешка. Себебі бұл пешкені корольден басқа ешқандай фигура қорғап тұрған жоқ, байқасаңыздар. Басқа фигуралардың бәрінде өзінің қорғаушылары бар. Шеттегілер, мысалы, ладья қорғап тұр. Одан кейінгілерді жаңағы пілдер деген сияқты. Одан кейінгілерді жаңағы ферзь деген сияқты. Басқа пешкілер бізде онша әлсіз емес, бірақ біздің осы F7-дегі пешка корольдің сол жағындағысы бұл әрдайым әлсіз. Сондықтан пешканы былай жүрсе, алға қарай біз оны жеуге мәжбүр боламыз, және де болашақта осы ашылып қалған жерден бізге шабуылдар келуі мүмкін. Мұнда деген сияқты. Сол үшін де бұл жерлерді ашпаған жақсы. Сондықтан да мына пешканы бірден жүрмей, бірінші осы пирамида жасап алсақ, негізі жақсырақ. Көрдіңіздер ғой, содан кейін барып ашамыз. Шах берсе, бізге шах ешқандай қорқынышты емес. Ауыстырса, бұл әрине қаралар үшін өте тиімді. Себебі біз ойынды теңестіре алдық. Негізі ойынның басында ақ қарадан қарағанда бірінші жүргендіктен оларға кішігірім жаңағыдай бонус болады. Яғни олар ойында шабуылшы нөмірі бірінші болып ойнайды. Ал енді мына фигуралар ауысты. Мысалы, көптеген фигуралар ауысатын болса, ойынның басында бұл қараға тиімді. Себебі олар ойынды теңестіре алды. Яғни бұл жерде жеңіске 20-20 болады. Мінекей ақ пілді ауыстырып жібердік, ферзді ауыстырып жібердік. Және де олардың пешкалары біздікіне қарағанда тым алға кетіп қалған. Мысалы, E5-тегі немесе D4-тегі пешкалар тым алға кетіп қалғандықтан бұл пешкаларға болашақта көптеген шабуылдар жасалады. Біздің атымызды шығару арқылы, мысалы, аттар болашақта, мысалы, мұнда келді дағыны, мысалы, G алдыға қойдық, екі атты көріп тұрсыздар, бәрі де мынау E5-тегі пешкаға өздерінің көздерін салуда. Пешканы ауыстырып болашақта
ауыстыратын болсам мысалы, мысалы ладьямен жедік, міне көрдіңіздер, Е5-тегі пешкаға 2 ат шабуылдауда, ал оны қорғап тұрған тек қана бір ғана ат. Сол үшін кейде пешканың тым алға қарай шығып кетуі, осылай, мінекей, мына пешка, пешкалардың алға қарай жүріп кетуі, осы екі пешканың зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ферзь бен шах беру бізге тым қорқынышты емес. Алтын жабасамыз, ал егер ол қайтса артқа, ары қарай бізде ойынды жалғастыра береміз, мысалы былайынан атпен деген сияқты. Мінекей, өте біздің ойын өте жақсы. Неге? Себебі олар блокировкаға кетсе, мысалы бізде не нәрсе жақсы? Бізде әлсіз пешка, слабый пешка дейді, әлсіз пешка жоқ, барлық пешкалар өте керемет тұр, ал олардың мына пешкасы әлсіз болып қала бермек. Әрине ладьямен соны барлық нәрсесімен қорғануға тырысады, бірақ біз ойынның мысалы соңғы жағында мысалы барлық фигурамызды осы пешкаға қарай шабуылдауға келуіміз мүмкін. Сол үшін әрдайым осы пешканы қорғаумен өзінің энергиясын құртады. Сондықтан да бұл алға шығып кеткен пешка ақтар үшін болашақта тек әлсіздік болуы мүмкін. Сондықтан да мына пешканы, c6-дағы пешканы c5-ке жүру өте қаралар үшін тиімді. Яғни біз ортадағы пешкаларды құртуға бірден кірісіп кеттік. Мінекей, құртып жіберсек те болады бірден, аттар бәрін ауыстырып жіберсек болады осылай. Сонда бізде көптеген жаңағындай мүмкіндіктер көбейеді. Сол жесе, мінекей, осылай болатын болса, мысалы ақтардан қарағанда қараның ойыны көбісіне ұнауы мүмкін, мына жерде. Себебі, мысалы, блокировкаға кетсек, біздің мына оң жақта, яғни А7-де тек қана бір пешка, ода екі пешка. Яғни біз осы пешкаға шабуыл жасауға болады, мысалы, болашақта. Сол жерде осылайдан шабуыл жасасақ болады. Жеп қой болады деген сияқты. Осыны құртуға тырысамыз, және осы жерде әлсіз пешка жасаймыз. Яғни біз пешканы жесек, мысалы, ода бір пешка қалып кетті ғой. Осы пешканы болашақта біз құртуға барлық фигураларымызды мысалы алып келеміз. Болашақта жаңағыдай корольді алып келуге болады деген сияқты. Сонда бұл пешка, мына пешка әлсіздік болады. Яғни олар болашақта мысалы осы пешкадан айырылып қалатын болса, бұл жерде әрине бірден жемейміз ғой, бірақ осы айырылып қалған болатын болса, мысалы, бірдеме жүрді, біз жүретін болсақ, мысалы, бізде 5 пешка, оларда тек қана 4 пешка, және де жеңіске тек қана бұл жерде қаралар ойнайды. Сондықтан бұл әлсіз пешканың жалғыз қалып кетуі көбінесе әлсіздік. Ал енді кей жағдайда, мысалы, бұл пешка өте алға шығып кетсе, мысалы, осындай жаққа, ол кезде керісінше бұл пешка өте мықты болып саналады. Себебі бұл бір-екі ходтан кейін ферзь айналуы мүмкін. Бұл жерде керісінше әлсіздік емес, бұл қуатты, мықты пешка болып саналады. Сол үшін де мынау пешка тек қана қауіп алып келеді. Бұндай кезде әрине бұл пешканы әлсіз деп айта алмаймыз. Ал егер мынандай артта қалып кеткен пешка болатын болса, осы жердегі сияқты, ол жерде бұл пешка әлсіздік болып саналады. Бұл пешканы болашақта айырылып қалу қаупі өте көп. Әрдайым оны қорғап отыру жаңағындай қарсыласқа ұнамайды, сондықтан ол пешканы бере салуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде бірден ойынның басында көптеген фигуралардың ауысуы, пешкалардың ауысуы тек қана
қараларға тиімді, сондықтан осылай жауып қоюымыз караканда өте тиімді болып саналады. Яғни біз өзіміздің әлсіз, яғни французский дейді ғой, француздық ақ тілімізден міне құтылып алдық. Осы жерде құтылдық. Осының арқасында біздің ойынымыз мына жерде өте жақсы. Әрине бұл жерде бірақ ақтар ойын дұрыс білетін болса, ойынның не нәрсеге алып келуін жақсы білсе, әрине бұл жерде ойнау оңай деп айта алмаймыз. Себебі қиындықтар әрине болады. Бірақ тағы да айта кетейін, қарада ешқандай әлсіздік жоқ. Осындай моментте мысалы қарада ешқандай әлсіздік жоқ. Барлығы контрольда, барлық пешка жаңағындай әлсіздік көрсету деп айта алмаймыз. Бұл жерде ақтарға көп нәрсені ойланып, қаралардан бір әлсіздікті шығару керек. Сондықтан оларға көптеген жұмыс жасау керек болады. Ал енді ақтардың жоспары бұл жерде осылай пешкаларды бір-бірімен көбінесе қорғап қою. Ал қараның бұл жердегі мақсаты мына ортадағы пешкаларды бұзып, олардың арасынан бір әлсіз пешканы жасау. Мысалы жаңағындай бір ходтар жүрсе, болашақта біз осы нәрсеге барлығын алып келіп, осы пешкаға құртуға тырысамыз. Мінекей ортадағы пешкаларды былайдан қуып жерге болады. Мен болашақта мысалы біз тағы бір атты алып келеміз. Осылайдан мінекей осы ортадағы пешкаға барлық фигуралар, яғни шабуыл жасауға тырысуда. Енді атты да былай қойып, мінекей осы ақ пешкаға неше 3 шабуыл жасап тұр, ода тек қана 2 қорғап тұр. Сондықтан бұл пешка алға шығып кеткен пешкалар ойынның басында тым алға шығып кеткендіктен бұл пешкалар тек қана әлсіздік болуы мүмкін. Әрине бұның да пайдасы көп, себебі ақтарға да пайдасы бар. Себебі біздің ортаны жаңағыдай толығымен жауып тастаған. Бұл жерде олар мысалы мынандай нәрсе қолдана алады. Мысалы мына жерде атты мұндай емес, атты екіге шығарып, мысалы біз шығардық пешканы былай жүріп, мына жақтан да қорғауға болады. Осылайынан да жүретіндер бар. Яғни F4-ке пешканы жүру арқылы ортаны толығымен жаулап алса да болады. Бұл жерде қаралар әрине кішкене қысылып қалды, бірақ бұл жерде де қаралар ешқандай бір жеңіліп отқан жоқ, ешқандай бір әлсіздік жасап отқан жоқ. Бұл жерде де екі жақтың да мүмкіндіктері тең. Кім бұл жерде ойынды жақсы түсінді, яғни сол жеңіске жетеді. Ақтар өзінің жоспарын, яғни не нәрсе керек екендіктерін білмесе, олай болатын болса, қаралар өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып кетеді. Ал егер қаралар бұл жерде ойынды дұрыс түсінбесе, бұл жерде не жоспарлау керек, ақтың бұл жерде әлсіздігін көре алмаса, немесе өздерінің болашақта не жүретіндерін білмейтін болатын болса, онда әрине бұл жерде қаралар да ешқандай нәрсе жасай алмайды. Былайдан шах беруге де болады, пешкемен жапса болады, атпен деген сияқты. Енді бұл жерде үлкен бір теория, бұл да өз алдына. Бірақ енді біздің караканда түсінген нәрсеміз не? Біздің түсінген нәрсеміз, біз пешкаларды бірден алға қарай қатты жүрмейміз. Мынау сияқты немесе мен Д сияқты пешкаларды бірден 2 қадам жүріп, бұл жерде ашық ойынға бармаймыз. Өте тығыз ойнаймыз. Яғни қарсыласты біразға дейін терлетеміз, біраз шаршатамыз. Олар бұл жерде көптеген нәрсені жоспарлау керек, бізден әлсіздікті шығаруға тырысу керек. Ал егер бізде ешқандай әлсіздік болмайтын болса, ақтар бұл жерде өздері әлсіздікке ұшырап, ойында жеңіліп қалуы мүмкін. Сол үшін де каракан көбінесе ақтардың сондай дұрыс ойнай алмайтын болса, ақтар онда әрине болашақта, мысалы осылайынан көбінесе жүріп қояды. Бұл атты С3-ке қою караканда ақтар караканды дұрыс түсінбейді деген сөз. Себебі біз С2-де тұрған пешканы атпен жауып тастадық. Яғни
біз мына пешкаға мысалы шабуыл жасайтын болсақ, D4-тегі пешкаға, оны қорғайтын пешка не істеді? Аттың артында қалып қойды. Сол үшін де караканда егер де сіздің қарсыласыңыз осылай атты бей-берекет шығарып қоятын болса, сіз бұл нәрсені тезірек пайдаланып кету керек, Мысалы жаңағыдай пешканы осылай бірден шабуыл жасап деген сияқты. Болашақта осы пешканы жалпы шабуылдап, оның көзін жоюға үлкен мүмкіндіктер ашылады. Сондықтан караканда қарсыласыңыз осы атты шығарып қоятын болса, С3-ке сіз бұл нәрсені тезірек жазасын беруіңіз керек. Осы нәрсеге дайын болуыңыз керек, Одан кейін тағы да қандай қателіктер жасау мүмкін? Караканда мысалы былай жүретіндер де бар. G4-ке пешканы, яғни сіздің офицерді мына жерде тұрғанын қаламайды, пілдің. Сондықтан оны бірден қуғысы келетіндер бар. Егер сіз артқа шегінсеңіз G6-ға, онда ол сіз мысалы мән бермей былай жауып тастасаңыз, мысалы E6-ға, онда сіздің піліңіз ұсталып қалады бұл жерде. Осылайынан ұсталып қалады. Яғни пілге қашатын жер жоқ, сондықтан пешкеге ауыстыру керек болады. Сол үшін осы нәрседен де сақ болу керек. Яғни шығарған кезде бізге ең тиімді ход артқа жүру, немесе мұнда жүрсе де болады. Яғни E6-ға қашсақ та болады, бірақ бұл кішкене түсініксіздеу. Біздің піліміз бір пешкі сияқты болып қалды, яғни екі пешкілердің арасында бір қыстырылып тұрған бір тиімсіз, өзінің фигурасын, өзінің мүмкіндіктерін пайдаланамайды қалған бір пешкі іспеттес болып қалды, Сондықтан да көбінесе осы ақ бар ғой, ақтардан кетпеген дұрыс, осы линиядан, яғни H7-ден бастап, мынау B1-дің арасы бар ғой, осы линиядан кетпеген дұрыс. Осы линияны контроль жасау керек, осыны бақылау керек. Сондықтан да бұл жерде пілді артқа жүргізген жақсы. Байқасаңыздар, уже ақтардың пешкалары мүлдем қатты алға қарай шығып кетті. Болашақта тағы да мынандай жүргісі келеді. Ауыстырып жатса, онда ауыстырып жібереміз. Ферзь жесе де болады, Бұл жерде ақтардың пешкалары слишком алға қарай шығып кетті. Оның жасасын қаралар болашақта жасай алады. Негізі көбінесе бұл жерде бұлар пілді шығарып ауыстырып жіберуге тырысады. Біз бірінші ауыстыруға асықпаймыз, пешкамызбен жауып, өзіміздің ары қарай ойымызды жалғастыра береміз. Олар ауыстырамыз деп десе, мына шеткі пешкамен жейміз. Себебі F-та тұрған пешкамен жеу біз үшін корольдің алдын осылай бұзады, Сондықтан да шеткі пешкамен жеу керек міндетті түрде. Сонда біздің пешкаларымыз өте бір-бірін қорғаған, өте жаңағындай цеп бар ғой, шынжыр сияқты тұр. Көрдіңіздер ме пешкалардың бәрі? Ал егер де жаңағы корольдің алдындағы F-пен жейтін болсақ, бұл құртады, бұл цепті, яғни шынжырды үзеді. Сол үшін де ауыстырса біз шеткі пешкамен жеу маңызды, және де бұның пайдасы мынау шетте тұрған ладьямыздың алды ашылды, кез келген жерге бара алады болашақта. Мінекей каракан жайлы кішігірім ақпарат. Ары қарай да осы каракан жайлы көптеген видеолар түсіремін.